Сәлем тыңдарман. Бүгін Айдананың қуыршағы атты 17 бөлімнен тұратын ертегінің кіріспесінен бастаймыз. Әр бөлім әр күн сайын жарияланады. Айдананың қуыршағы. Кіріспе. Ыстық күні суға қойып кеткен қандай рахат. Арман мен Айдана судан шығар емес. Теңізге бірінші рет түсіп тұр. Ағасы Арман сүңгіп кетіп, су беті тып-тыныш бола қалса, қарындасы Айдана қорқып кетеді. «Аға!» деп айғайлайды. Кішкентай қарындасының бауырмалдығы, өзін іздеп аласұрғаны Арманға қызық көрінеді. Қайта-қайта суға сүңгіп, қарындасын қорқыта береді. Қарындасы да ағасы көрінбей кетсе жыламсырап, судан атып шықса жарқ етіп қуанып қалады. Кішкентай емес пе? Суға сүңгиді дегенді түсінбейді. Оның үстіне ваннадағы судан басқаға түскені есінде жоқ 3 жасар балаға қорқынышты болуы да түсінікті ғой. Анасы Айдананы ертіп біраз жерге дейін жүзіп барды. Өз бетінше бірінші рет жүзген қыздың сәл көтерілген су бетіне тиіп, демала алмай қалады. Онысына өзі риза болып тырқылдап күледі. Біраздан кейін олар қатар-қатар тізіліп күнге қыздырына бастады. Әкесі, анасы, ағасына күн астында жату рахат сияқты деп ойлады кішкентай қыз. Оған салса, суға тағы да біраз түсер еді. Айнала толған адам. Бірі суға түссе, енді бірі мұның ата-анасы, ағасы сияқты күнге қыздырынып мажырап жатыр. Айдананың іші пыса бастады. Анасына қарап еді, ол шынымен де ұйықтап кеткен бе? Пыс-пыс етеді. Ол отыра қалып, айналаға көз тікті. Су жиегінде доппен ойнап жүрген балаларға қызықты. Сәл өссем, мен де доп ойнаймын, деп ойлады. Кенет доп ұшып кетті. Бір бала доптың соңынан жүгірді. Доп ұшып қонып, бір кішкентай ағараңдаған нәрсенің қасынан өтті. Енді Айдана допты көзімен тастай салып, әлгі нәрсеге қадала қалды. Ағараңдаған зат кішкентай қызды одан әрі таңғалдырып, тігінен тұра қалып, жұлқынды да құлап түсті. Қайта қарғып тұрып, тағы жұлқынды. Шамасы жерді тесіп, ішіне кіріп кеткісі келетін сияқты. Әлгі доптың соңынан жүгірген бала добын ала салып кері жүгірді. Айдана шошып кетті. Оны басып кетпесе екен, деп әлгіге қарай тұра жүгірді. Томпаңдаса да баладан бірінші жетті. Егер Айдана бірінші жетіп үлгермесе, басып кеткенде екен. Алдынан кішкентай қыз аяқ асты шыға келгенін көрген бала кілт бұрылып кетті. Айдана кішкентай жыбырлаған нәрсені көтеріп алды. Өзі жеп-жеңіл. Ішінде бірдеңе қозғалатын сияқты. Қапталындағы сығырайған тесіктен қанша сығалап қараса да ештеңе көре алмады. Кішкентай қыз оны алып келді де, анасының жұқа шифон орамалына орап, бала қылып, аяғына салып, ыңылдап, ән айтып тербетіп ұйықтатты. Үнемі көлікпен жүретін, одан қалса бір орында тапжылмай отырып, жұмыс істейтін ата-анасы суға түсіп, қозғалып, шаршаған еді. Күннің жып-жылы шуағы маужыратып, көздері ілініп кеткен еді. Бір уақытта адамдардың дабырлаған даусынан шошып оянған анасы жан-жағына алақтап, қызын іздей қарады. Кішкентай бірдеңені аялай, мәпелеп, аяғына салып тербетіп отырған қызын көріп, қуанып кетті. Мойнын созып қарап еді,
теңіз жағасындағы неше түрлі көп тастың біріндей көрінді. Көңілі орнығып, «Қызым, менен сұранбай суға түспей, ә?» деді. Суға түсуден де қызық ермек тауып алған қызы, «Я, анашым, мен бөпем ұйықтамай суға түспеймін», деді. Теңіз жағасына демалған 10 күнде Айдана кішкентай бөпесінен бір елі ажырамады. Қызының аяқ астынан ермек тапқанына ата-анасы риза. Суға түссе де тауып алған бөпесімен бірге түсті. Тамақтанса да үнемі шифон орамалға орап қасына қойды. Ұйықтаса, басқа орамалға орап қасына алып жатты. Айдананың бөпесіне бәрінің көзі үйренісіп кетті. Жалғасы бар.